бұл қаңтар оқиғасы жалпы ол менше бір үлкен терең зерттеуден өту керек деп ойлаймын да. Шынымен де бір қорқынышты сезімдер бола бастады. Заман өзгерсе де, уақыт өзгерсе де, проблема бір болып қалды. Бұл новелла негізі өте қатты ыстық маған. Оның үстіне бағана маған Бексұлтан подкаст басталмас бұрын айтты. Таныстарды киноиндустрияда азайтып, жас, аш балаларды қосу керек. Көктем келеді да, сөйтіп мен өзім ғашық боламын ғой қазір. Мені ренжіту бір 2 секунд қана. 1,5 сағаттың ішінде қаншама палитраларды өткізесіздер. Бұл жерде коммерцияның иісі емес. Осы фильмді күткендей басқа бір фильмді күтпеген шығармыз, иә, айтшы, иә? Қазір Сәлем достар, бүгін бізде Алматы елі білу тебе деген подкаст. Бізде бүгін күшті Ерекше состав. иә. Айдана Сахари, Айжұлдыз Адайбекова, Бексұлтан, Желтоқсан. Барлықтарыңызда бірінші сұрақ. Алматы сіз үшін не? Айданадан бастайық. Айжұлдыздан бастайық. Енді жауабын беріңіз. Ең бірінші келетін сөз, білмеймін, үй. Мен жердің қай түпкірінде болмасам да, мен әрдайым өзім үйіме Алматыма оралғым келеді. Сол үшін Алматы менде үй деген сөзбен ассоциация ретінде келеді да. Жалпы қысқа да нұсқа. иә, мен атыраулық болғасын жерде кішкене Алматы маған басқаша заттармен ассоциацияланады. Ол маған шығармашылық, қозғалыс, қимыл қозғалыс, жаңа таныстықтар сияқты нәрсемен. Сосын енді таулар. Студенттік кездерімде мына жерде өткен жоқ. Мен сол студенттің кездерден кейін ғана келдім. Жаңа нәрселердің, шығармашылықтың қаласы мен үшін, өзім үшін. Менің шығармашылығымды қабылдаған бір қала деп айтсам. Алматы әр адамды өз потенциалына сай ашатын сияқты мен ойымша. Иә, күшті айтылған, иә. Алматының мақтауға әрдайым дайын команда. Дұрыс қой, шынымен былай қарап отырсаң, Алматыда оқиға көп, Алматыда қызық ситуациялар көп, сондықтан да Иә, жоқ, шынымен де шығармашылықтың қаласы. иә. Өйткені құр серуендеп жүріп, шығармашылық потенциалын оянады, креативін оянады, ана стористі түсіргің келіп кетеді. Мынау ағаш қандай күшті болып тұр, әсіресе күзі, ана көктемі Алматының. Иә, яғни сондай творчестволық бір потенциалды ашатын сияқты. Алматының тіпті пробкасын жақсы көресің ғой. Мен 1 сағат ұстадым. Мен өзім кешіп келдім мына жерге мысалы 2 сағатқа. Бірақ сонда да жақсы өтіп бара жатырмын өзім. Демалып аласың. Демаласың, ұйықтап аласың. Ал тым қатты не сияқты да. Махаббаттың басқа бір дәрежесі. Ал енді бүгін бізде музыка әлемі және кино әлемінің кейіпкерлері отыр осында. Сондықтан бірінші сұрақ, қалай ойлайсыз, музыка және кино әлемінің жетістіктері мен кемшіліктері қандай қазіргі кезде Қазақстанда? Менің ойымша музыка әлемі қазір өте қарқынды жақсы дамып келе жатыр. Себебі соңғы енді өтірік айтпай қойын, плюс-минус 1 жылдың шамасында көлемінде біздің қазақ индустрияда, қазақ әндері, тіпті қазақ тілін өзі кәдімгі бір шетінен адамдарға тренд дейікші, жастарға, бір адамдарға бренд болып көрінеді біздің тіл, қазір дамып келе жатқан. Сондықтан да менің ойымша, егер осы ырғақты адам ары қарай алып кетіп, іліп кетіп, осы дүниені дамыта беретін болса, біздің әлемдік дәрежеге жетуіміз өте тез қарқында болады деп ойлаймын. Себебі мен үшін, мысалы, мүмкін емес дейтін сөз жоқ. 5 қол біріксе, ол бір жұдырық болады. Бір жұдырықпен неше түрлі нәрселер істесе болады. Сондықтан да менің ойымша кинода бізде музыка енді өте жақсы келе жатыр. Кинодан гөрі музыкадан көбірек бостандықты сезінемін. Бар ма сондай? Бір вайб, адам еркін өзін ойын мысалы, иә, тексттерде мысалы сипаттай алады. Кәдімгідей бір флоу бар бұл жерде. Мен не үшін бұны айтып жатырмын? Себебі бұл кинода енді мен де өзімнің ат салысты ғой ойнадым. Сондықтан да айтарым, бұрынғыдай бір типті жанрдағы дүние жоқ. Бұның барлығы екінші планға өтіп бара жатыр. Сондықтан да бұл киноның өзінде әрбір қарайтын көрермен өзіне керек бір инсайтты, керек бір өнімді алады деген ойдамын. Себебі бұл жер бір оқиға емес, бірнеше оқиғадан тұратын ерекше дүние. Оның барлығын кейін сіздер тамашалай аласыздар. Кино мен музыканың қарқындырақ, сосын еркінірек деген мағынаға деген сөзбен келісемін. Себебі музыка енді более индивидтік бір шығармашылық деп айтуға болады. Мысалы, кино ол комплексті да, мысалы, бүкіл команда керек, не керек. Хотя там кейбір авторский кинолар болуы мүмкін шығар. Бір камераны ұстап, бірдеңе түсіріп кетеді деген сияқты. Бірақ енді былай кинотеатр форматын үлкен
широкий коммерциялық десек ол кішкене қиындау. А музыкада мысалы бір мен өзімді алатын болсам, егер мен өзім ақ отырып мысалы бір әнді толығымен жасап тастай аламын да мысалы. Сондықтан мен өзімді ол жағынан еркіндірек сезінемін, және мен сияқты да адамдар көп шығып жатқанына да қуанамын. Енді ол манандай демократизация творчество деген нәрсе бар да. Интернеттің арқасында және мана құралдардың арқасында уже кез келген адам оны пайдаланып өзінің ойларын, шығармашылығын паш ете алады, шығара алады. Сондықтан біз қазақтар ретінде соны бір қатты күшті пайдаланатын сияқтымыз да. Жалпы а так былай енді музыкада, кинода меніңше шығармашылық, еркіндік біздің жалпы қазақтың табиғатында бар сияқты, өзін өзі шығару, өзінің ойларын жеткізу деген сияқты. Сосын біз шектеліп қалмаймыз. Мысалы тек қана музыка деген сияқты. Музыка біздің өмірімізде, әр қазақтың өмірінде бар сияқты да. Сондықтан бұл бір андай табиғи нәрсе деп ойлаймын. Біз қазір музыкадан да, кинодан да жалпы шығармашылық жағымыз дамып жатқаны. Кішкене еркіндік берілді бізге, уже біз өзіміздің табиғатымызға оралып жатқан сияқтымыз да, бұрынғы музыкаға болсын, шығармашылыққа болсын. Оның үстіне менің ойымша Оскардың алуымызға күні алыс емес. Өйткені бізде Грэмми бар, Берлинский, Медведь, Канская, ведь бар. Енді ақырындап оның барлығы ұлғая беретін сияқты, көбейе беретін сияқты, себебі кино өте жақсы дамып келе жатыр. Жылдан жылға шорт-листке кіріп жатырмыз, еніп жатырмыз. Оның үстіне өзім кино саласында жүргендіктен қазіргі коллегаларыма қарасам, бір күні барлығы алып кететін сияқты. Өйткені потенциалдарына қараймын, жасап жатқан дүниелеріне қараймын, кәдімгідей мақтаныш сезімі оянады. Сондықтан нағыз қазір біздің орысша айтқанда подъем дейді ғой, сол сәтте тұрып тұрған сияқтымыз. Өйткені біздің қазіргі жастар көтеріп, насихаттап, елге паш етіп жүр. Сол қуантады. Айдана бұйырса, болашақта Оскар алған кезде біз міндетті түрде бірінші қатарда отырамыз ғой. Бұйырса, бұйырады, мен сенемін, әрбір қазағыма. Бұл подкастта енді екі адам фильмді көрді, екі адам фильмді көрген жоқ. Біз желтоқсанмен бірге фильмді көрдік. Өйткені клип түсірдік қой. Сондықтан бізде бір тақырып бар, қаңтар тақырыбы. 22-ші жылы Айгүл Аксанбиевамен сценарийді қарағанда талқыладық. Бұл новелланы қосамыз ба, қоспаймыз ба? Өйткені бүкіл былай альманахты қарасан, көптеген жанрлар, темалар андай позитивті түрде. Бірақ бұл теманы Алматы туралы фильм түсірсек, біз ойладық, бұл теманы жабуға болмайды. Батыл қадам. Батыл қадам, шындықты айту керек. Сондықтан Бека қалай ойлайсың? Бұл қаңтар оқиғасы жалпы бір құбылыс ретінде зерттеліп жатыр қазіргі шейін, мен білуім бойынша. Енді оған бір нақты бір оценка. Ол құбылысты бүйтіп бағалап беру, жалпы жан-жақты тұстан ол құбылыс не үшін болды, неге апарды, не себепті болды, қандай факторлар әсер етті деген сияқты, ол менше бір үлкен терең зерттеуден өту керек деп ойлаймын да. Ал бұл кинода хотя бы сол тақырыпты көтергенімен жақсы да. Себебі біз ол нәрсені бір игнорировать ететін сияқтымыз да. Кейбір заттар, мысалы киноларда болсын, музыкада болсын, бір болып кетті да, сосын барып бәрі что-то бірдеңе болды да, сосын жарап жақсы деп ары қарата қозғаламыз. Ал бұл біз манадай проработка сияқты нәрселер, анализ жасау керекпіз да, біз не болды деген сияқты. Хотя сол жерде мана халықтың басынан өткізген эмоцияларын сол Айдана арқылы, мысалы Айдананың сомдаған рөлі арқылы бергеннің өзі бір жұбату сияқты болған сияқты менше. Сосын барып енді Ахмет Байтұрсынұлының ол ситуацияға деген көзқарасын білу, гипотетический бар ситуация осындай. Соны көру, білу, есту бір қызық болды негізінде. Ойларын білу деген сияқты. Енді қазіргі, мен кешеде айттым, қазіргі болып жатқан ситуацияларға мен андайлық қарайтын болдым да. Сол кездегі адамдар қазір болса не істер еді деген сияқты. Кез келген ситуация. Қандай олар, қалай не айтар еді, қандай реакция берер еді деген сияқты. Сол кішкене бір наблюдатель қойып берген сияқты болды да. Өзімнің әрекеттеріме де солай қарайтын болдым кішкене. Енді екі не бар ғой, мысалы мемлекеттің, жүйенің өкілі мен манадай халықтың өкілі болды да ол жерде. Мысалы екеуінің қақтығысы, диалогы, адамдардың ойында жүрген бір уайымдарын шығарған сияқты. Шынымен де өте жақсы ойлар айтылды, маңызды ойлар айтылды. Бүгінгі күн жайында, болашақ жайында, өткен күн жайында. Өткен шақты білу керекпіз, одан сабақ шығару керекпіз да. Жалпы болашаққа негізінде бірлікте күш, манағы біздің жалпы қазақтар ретінде негізі бүкіл индустриялардың тез дамуы да менше соның арқасында сияқты. Біз бір-бірімізбен
бір бәсекелестік бар әрине, бірақ та біз бірімізге көмектесе отырып қимылдайтын сияқтымыз негізінде. Бөлінгенді бір жейді бірігіңдер деген сияқты осы. Мен де өте қатты қорықтым, халықпен бірге уайымдадым. Біз сол кезде Айдана екеуміз шетелге шығайын деп билет қарап, сөйтіп өзімізше басқа план қойып жүргенбіз ғой. Сөйтіп біздің енді барайын деп тұрған сәтімізде болады, ұшайын деп тұрған құстың қанатын кессе қандай состояние деп. Бізде тура солай болдық. Бірақ ол екінші планға кетті, себебі біз шынымен де бір қорқынышты сезімдер бола бастады. Өйткені изоляция ретінде үйде отыру, адамға қорқынышты болып келетін, көрінетін дүние ол бір ғана сәт. Адам өз-өзімен жалғыз өз қалғанда. Себебі ол кезде сен өзіңді алдай алмайсың, өзіңмен 100% шынайы диалог басталады іште. Сөйтіп мен өз-өзіммен сөйлесе бастадым. Бұл нәрсе неге болып жатыр? Жалпы бұл дүниенің өзінің болып жатқан сәт бекерден бекер болмайды. Айтады ғой адам, мысалы, тағдыры 3 секундқа да кешікпейді дейді. Сол себептен менің ойымша бұлдан да шынымен де біз сабақ алу керекпіз. Себебі біздің өміріміз, айтады ғой, мы как песчинка. Кеше соны түсіндік. Иә, кеше де соны түсіндік мысалы. Иә? Иә. Сондықтан да адам өзіне көп алмау керек, Құдайдың рөлін алмау керек дейтін жақсы сөз бар. Егер бұл бір дүниені бастағың келсе, сен өте оңай, еркін, уайымдамай, қорықпай, қадам жасап үйренуің керексің. Менің ойымша, бұл ситуацияны өзі бір батылдыққа үйретті. Себебі қаншама сарбаздардың өзі біз үшін жан тапсырды. Оларды айтпау да мүмкін емес, әрдайым есімізде. Сондықтан да менің ойымша, бұл ситуацияға қатысты новелланың болғаны 100% дұрыс деп ойлаймын. Себебі біздің поколение, бізден кейінгі адамдар да бұл заттарды ұмытпау керек, бұл құрметпен қарау керек. Себебі олар да тура біз сияқты қарапайым үйінде тып-тыныш отырған, бақытты сәтте отырған адамдардың бірі болуы мүмкін. Дұрыс па? Бірақ олар не істеді? Нағыз батыр қадам жасады. Сондықтан да бұны ең бастысы кинода әдемі адам жүрегіне жеткізетіндей бұның барлығы өтті, түсірілді деген ойдамын. Мен өзім мысалы новелланы көрмедім, бірақ енді сіздің сөзіңізге қарап кәдімгідей бір қарағым келіп отыр. Продал. Әрине. Мен өз басым сол фильмде түстім, бірақ маған ең ұнаған түпкі ойы бұрынғы әлеммен, бұрынғы кезеңмен қазіргі сәтке параллель жүргізу. Өте қатты ұнады ол кездегі, себебі заман өзгерсе де, уақыт өзгерсе де, негізі былай қарасаң проблема бір болып қалды. Маған анау сәт ұнады, қатты ұнады. Мен жүгіріп келем, Ахмет ата, сіз білесіз ба не болып жатқанын? Ол маған айтады, тоқта қарағым, білем, маған 86 жылы қыздар келген дейді. Сол кездегі орысша айтқанда мурашки өтеді ғой. Себебі айтады, әлі ештеңе өзгермеді ма не деген сияқты сондай жаңа ойды қозғайтын, миды қозғайтын жаңағы бір сәттер болды да. Соны көрермен көре алады, ести алады деген үміттемін. Ал негізі былай қызықты факты айтсам, біз сол қаңтардың кезінде Айжұлдыз екеуміз телефонмен 2-3 сағаттап, 4 сағаттап сөйлесіп жаттық. Негізі бір уже сет пайда бола бастаған кезде біз 6-сы күні, 7-сы күні негізі бірінші жоспар бойынша интернет жоқ, тек қана интернет жоқ, бірақ екеуміз былай істедік, ойладық. Желтоқсан аяғында біз билет алуымыз керек болды. Сөйтіп 6-сына алайық деп шештік. 6-сы күні біз аэропорттан ұшып кетуіміз керек екен. Бірақ ары қарай бір план өзгерді ме, бірдеңе болды. Бірақ егер біз ұшқан күнде, сол күні мысалы кім біледі, иә? Ал нағыз сол кезде мысалы аэропортты басып алған кез, күн, біз аман сақтап қалдық. Кейін жаттық бүйтіп сөйлесіп, арманда бір-бірімізді жұбатып, мә ертең бітсе кетіп қалайықшы, демалайықшы, давай шаршадық, типа кәдімгідей ол кезде қиын кез болды, шаршап жүрдік жұмыстан, оның үстіне осындай стресс болды. Сөйтіп бір ай шамасынан кейін біз екеуміз 2-3 аптаға тропик еліне, Шри-Ланкаға демалып, әбден бүйтіп уф деп сол кезде. Ал енді бізде тағы бір новелла бар, музыкальный новелла. Бека көрді оны. Қалай ойлайсың, жақсы шықты ма? Біз дют екеуміз отырғанбыз бүйтіп. Бір-екі деп. Иә. Біз жазуға бір-екі жерде студияда бірге де жазған сияқтымыз негізінде. Топтардың музыкадағы ол жерде не жақсы көрсетілген да. Сосын барып всегда андай заттар болады ғой. Түрлі факторлар болады, там бөлініп кету, нелер, не соблазндар дейді, сондай сияқты нәрселер жақсы көрсетілген сияқты менше. Енді білмеймін, маған ұнады, жалпы жанр енді маған қатты не жақын болмағандықтан айта алмаймын.
меніңше бірақ күшті андай веселый легкий да заводной меніңше өзінің несін көрермені болады деп ойлаймын оны обязательно. Бірақ та музыканттарға меніңше жақсы шабыт береді сияқты, үлкен шабыт береді сияқты. Себебі көп кейстер көп, мысалы Арбатта бастаған музыканттардың нелерді, мысалы марқұм Дархан Жүз мысалы Арбатта бастаған музыкант. Арбатта кәдімгідей сол жерде бастап енді сахналық жолын өмірін вообще сол жерден бастаған адам да. И сол кәдімгі мақсатқа жетем деген адам, я андай жеткілікті шарт, жеткілікті дейтін нәрсе бар да. Мысалы мен ұсынатын өмірімде как бы кішкентай бір принципім бар сондай, жеткілікті шарт, жеткілікті дегеніміз мынандай, егер адам денсаулығы жақсы болып, аяқ қолы сау болса, бес мүшесі түгел болса, негізінде кез келген мақсатқа жетуге болады деген сөз. Ол жеткілікті шарт. Значит, жеткілікті шарт болса, ол сол жеткілікті кез келген нәрсеге деген сияқты да. Сондықтан музыканттар Алматыда болса, оның мынадай гитарасы бар, арбаты бар, болды, все, басқа ештеңе керек емес. Сол жерден бастай береді. Сол кәдімгідей бір трушно болды негізінде. Арбаттан шыққан адам өнердің құнын біледі. Иә, меніңше шынымен де ол адамдар бөлек болады, басқаша болады. Көрерменді бағалай біледі, қалай тыңдағанын бәрін. Себебі ол айтып тұрып алдынан адам өтіп жатқанды көп адам, 100 адам өтеді, бір адам тұрып тыңдаса, ол басқаша ғой. Мен бірақ өзім Арбатта өлең айтпағанмен, бірақ көп қараймын сол жерде музыканттарға. Тұрып қараймын, тыңдаймын, өте қызық маған. Олар шынайы бір кәдімгі өнерді сүйетін адамдар сияқты да. Бұл новелла негізі өте қатты ыстық маған. Өзім музыкалық мектепте оқыдым, Күләш Байсейітова атындағы, 10 жыл оқыдым. Негізі мамандығым флейтистка, габаистка, флейтистка. Сосын 10 жыл бізде фортепиано оқиды. Сосын музыка әлеміне кірген кезде мен бір қайтадан мектебіме кірген сияқты болдым да. Себебі ол жерде менің енді қалай айтсам, кейіпкерімнің музыкалық инструменті сәл басқаша болды. Ол жерде мен барабанщица болдым. Сол барабанды қайтадан мектеп кезімде өте көп ойнап, ешқандай бэндтерден қалмауға тырысып жүретін мен. Енді бірнеше жылдар өтті, мен өстім, басқа елге кеттім, оқыдым. Ұмытылған заттың барлығын бүкіл менің миым, санам қайтадан есіме алып келгенде болды. Ностальгия. Себебі отырып, ана екі палочканы ұстап, қайтадан бүйтіп ритмге кірген кезде сенде бір қайтадан бір эндорфиндер қозып күшті әсерде болады екенсің. Музыкаға келсек, бұл альманахта Беканың да үлесі бар. Өйткені альманах аяғында бізде мен де сүйем деген мықты композициям жабылады. Әннің шыққан тарихын туралы айта аласың ба бізге? Иә, 21-ші жылы күзде жазып бастаған сияқтымын. Бір бөлігін мен өмірімнен басымнан өткен оқиғаларды суреттеймін. Кейбір кездерде мен отырып қиялдап ойымнан да шығара беремін негізінде. Сол әнді мен бастаған кезде жалпы бір махаббат оқиғасын суреттегім келді. Негізінде бірақ та мен андай кішкене реалисто слэш пессимистический қылып жасадым негізінде басында. Себебі басында андай қатты махаббат болады, сосын бар қайырмасында жаңағыдай сен сүйем дейсің, мен де сүйем, сөйтіп кетеді да, сосын ары қарата екінші куплетте жаңа суи бастайды, сосын үшінші куплет вообще суып кетеді, сосын сүймеймін деген кетіп қалады да. Сөйтіп жазып қойдым, сосын тыңдап, ойланып жүрдім қалай жасауға болады деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде өзімнің ойымнан суи бастадым да, неге ол пессимист болып кету керек, неге махаббат олай болып кету керек деген сияқты, неге мен ондай установка деген сияқты сөйтіп жүрдім да. Ойланып жүрген кезде көктем келеді да, сөйтіп мен өзім ғашық боламын ғой осыдан басталған ғой бәрі. Иә, қазіргі сүйіктіме ғашық боламын. Сөйтіп соны бірінші куплетін қалдырамын да, сол екінші куплетін соны жалғастырып, мен өзімнің ол ән толықтай позитивті болып, екінші куплетіне жалпы әннің осындай болып шығуына соны ғашық болуым сөйтіп шабыттандырды. Иә, солай. Рахмет. Махаббат не істейді бейті, иә? Солай, сосын сөйтіп шыққан ән, сондай сезіммен туындаған ән. Иә, басы солай болды да, мен өзімнің сол сезімдерге бір дайындық сияқты болды. Короче, сондай болды. Жауап сияқты келді менің жазған әніме, мен жауабым осылай сияқты өмірдегі оқиғамен, адаммен сондай болып жалғасып кетті. Сөйтіп шықты ән. Сосын кейін оны альбомға салдық, еттік. Сөйтіп шықты. Музыкасын басын өзім жаздым да, кейін мағадай Айдын Кітапқали, Айдын дейтін музыкант бар, сол көмектесті. Сол жақта Рауан дейтін жігіт бар, сол бас гитарын жазды, сөйтіп ағам бар, бірнеше музыкант болып, жабылып, сол ән сондай болып шықты.
Қарлығаш деген Молданазардың тобында вокалист бар, клавишный. Иә, сол Қарлығаш бэк-вокалдар жазған. Есіме түсіп кетті. Қарлығаштың әжесі мен мамамның ұстазы вокалдан берген. Қарлығаш менің ұстазым вокалдан берген. Индийский кино болып кетті. А я твоя мама, а я твоя сестра. Қарлығаштан бірнеше сабақ алған. Өте жақсы. Мен Қарлығаш деген мектепте оқығанмын. Мен кеше ғана Қарлығашты көргенмін. Давай сходим жобасының біздің киномызға ақпараттық қолдау көрсеткен үшін алғыс айтамыз. Және де киномызға ақпараттық қолдау көрсеткен үшін MID Production компаниясына алғыс білдіреміз. Ал жан-жақты қолдау көрсеткен үшін Алматы қаласының әкімдігіне рахмет айтамыз. Маған бір түрлі естілуі мүмкін, бірақ мюзикл жанры ұнайды негізі. Мен өзім кеше жақында Вонка киносына бардым. Жалпы величайший шоумен деген сияқты, жалпы сол стильде кинолар өзіме ұнайды. Себебі менің кейде өзім сезінемін, ішкі әлемім, ойым барлығы әрдайым музыкамен қатар жүреді. Мен бүкіл әлем өзін кино секілді көремін, және оған қоса бір әуен жүреді менің миымда. Сондықтан да осындай жанрды киноға көрген кезде мен кәдімгідей шабытталамын. Әрбір кинодан өзіңе мотивация алсаң болады. Мотивация деп егерде шабыт деген жаққа қарата бұрып алатын болсақ, егерде кинолардан мен аламын, например, мен шабыт аламын, мотивация аламын. Жақында қараған кино бар, ана Париж Асакуса дейтін Такеши Китано жайында. Такеши Китаноның өмірбаяны аясында түсірілген. Сол жалпы сол кісі, мысалы, жас кезінде комик болғысы келеді, просто сол Асакуса дейтін районға барып, сол французский театр деген жерге барып, лифтер болып жұмысқа келеді. Жақындап алуға, мақсаты жақындап алу болады. Сосын жақындап алғасын, сол театрдың директорымен танысып қалады. Сол айтады, мен сахнаға шыққым келеді. Директор сөйтеді, не істей аласың дейді. Мен дыбыс істей алмаймын дейді. Ана қызық түсірілген енді жапондық фильм кәдімгідей. Бірақ та ананың талпынысын көреді, бірдеме көрсетеді, бір қимыл әрекетті. Сосын барып соның анау талпынысымен сол қимыл әрекетті қайталап жүреді, үйренеді, өзі үйреніп алады. Соны көргеннен кейін барып ананың құрметі өсіп, жаңағыдай бір сахнаға шығарады. Сөйтіп сол Такеши Китано болып кеткен. Такеши Китано қазір енді режиссер ретінде, жазушы ретінде кәдімгі әлемге әйгілі адам ғой, мысалы. Сол кісінің сондай жерден бастаған көргенде мен вообще білген жоқпын ондай нәрсені. Сол оказывается сол стендап комик. Иә, стендап комик болып бастайды екен, сосын барып олардың жанры бар екен, Мэйди ма бірдеме деген. Екі комик тұрып алып, там бір-біріне приколдар айтып сөйтеді. Сол сөйтіп өсіп адамның просто талпынысы ғой, опять жеткілікті шарт жеткілікті деген нәрсеге келеді да, өзінің қолынан не келеді, қандай құралдар бар, соның бәрін пайдаланып, көздегенін жүзеге асырып тұр да. Сол нәрсе мысалы маған шабыт береді. Енді мотивация деп те айтсақ болады шығар. Мен содан қараймын да, окей, мына кісі қолынан келді. Менің де бір армандарым бар, көздегенім бар, менің де қолымнан келеді деген сияқты мен сосын ары қарата сол мотивацияны ұстап алып, ары қарата өзім дисциплина қосып, ары қарата сөйтіп сүйреп кетемін енді. Мен ойымша әрбір фильмнен, егер де сен зейінді ашып тыңдайтын болсаң, әрбір фильмнен үлкен мотивация ала аласың. Әр кино көрудің өзінің мәдениеті болады, сол мәдениетті қолданып ұстап тұру керек сияқты. Сосын айтарым, әрбір адамға мотивация ең алдымен ол өзі болу керек. Егер де әрбір мен үшін ең үлкен мотивация ол менмін. Мен болашақта қандай боламын, сол мен үшін мотивация. Себебі сен білесің, мен 10 жылдан кейін мынандай толық айдана болғым келмейді. Әдемі, жақсы фигурасы бар айдана болғым келеді. Сол үшін мен дисциплина аптасына 3 рет залға барамын. Айдана білімді болғанын қалаймын. Сол үшін аптасына бір кітапты тапсыруға тырысамын, ұмтыламын. Ол әрине қолдан қиын келетін зат. Бірақ та тырысамын. Сол үшін әрбір адамға алдымен бірінші мотивация ол өзі болу керек. Киноға келсек, Қазақстанда кино даму үшін не істеу керек? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша бізде жетіспей тұрған креативное мышление. Таныстарды киноиндустрияда азайтып, жас, аш балаларды қосу керек. Себебі бізде өте көп дарынды, талантты, баяғы заманда Голливуд қалып баратын неше түрлі жастар көп қой. Соларды шынымен де ақша дей бермей. Ақшаның бүкіл әлем ақшасын ешқашан өзіңе алмайсың. Алтынды көрсетіп, періште жолын таяды дейді. Сондықтан да бұл жердегі мәселе шынымен де біріншіден ниет, екіншіден креативное мышление. Осы екі нәрсе қосылған кезде ол өзі-ақ саған айттырмай әлемдік дәрежеге бір-ақ жетеді. Себебі бұл жерде шынайы ниетімен, әдемі креативный оймен түсірген нәрсе бар.
кез келген жанрды, мысалы кез келген киноны егер осы екі саладағы адам қосылып түсірсе, оны конфетка қылып түсірсе болады да, менің ойымша. Қызықты қылып, элементарный саундтректің өзін адам жүрегіне жеткізетіндей қылып жазып, басқаша түсіріп көріп, оны басқаша монтаждап көріп, осындай заттар жетіспейтін сияқты бізде. Мен қоса кетсем бола ма? Жаңа сен креативіңді айттың. Менің ойымша креативті ол бізде жаңа жасайтын сценарист. Бізде Қазақстанда школа сценаристиканы дамыту керек. Барынша сценаристер көбейсе, көп фильмдерде болады. Өйткені бізде сценаристер өте аз. Оған оқу керек. Оқу керек, сондықтан оқуды да дамыту керек. Мысалы, маған ұнайды андай, жаңа болды ғой тоже сіз айтқан фильмдегі кісі ең жаңа сахнаға жақын болу үшін охранник болып лифтер болып жұмысқа кірді. Сол сияқты бізде де мысалы режиссер болам деген жігіттер сразу режиссер емес, мысалы мен Жүргеновке түстім, енді режиссер болам емес, жаңа көптеген режиссерлардың қасына барып, мысалы ассистент болып, соны мысалы үйреніп жатса, ол да үлкен тамаша іс. Ол да саған дамытуға кәдімгі үлкен күш береді, энергия береді. Сондықтан сценаристика школаны дамыту керек, білімді дамыту керек, барынша гранттар беру керек сияқты. Практика керек. Практика, шетелге барып. Мен өзім Кореяда оқып келдім. Мысалы, мен Кореяда алған білімім, мен ешқай жерден ала алмайтын сияқтымын. Өйткені ол жақта площадканы көрдім, хлопушкада болып жұмыс істедім, операторда болып жұмыс істедім. Режиссер, продюсер мамандығы. Иә, Кореяда 1 жыл бойы оқыдым. Сондықтан мен ойымша ол үлкен білім ғана бермей, кәдімгідей драйв береді. Ертең мен Кореяда оқып келдім, ертең Қазақстанға барып дәлелдейінші, күшті фильм түсіріп беремін мен сендерге қазір. Сондай мысалы, әр адамда күшті мотивация болса, кино дамиды. Сказали, что даже вот, когда вы показывали на телеканал Казахстан кому-то там, кто-то там заплакал, для меня прям это было очень удивительно. Да, заплакали, и на новелле Байтурсынова есть такая фраза, когда... Салфетка алып келесіздер. Да, есть такая фраза, когда Айдана разговаривает с Байтурсыновым, спойлер небольшой, Байтурсынов айтады, интеллигенция қайда? И на этом моменте она была просто в шоке, говорит, вы, говорит, как эту фразу, говорит, у вас она прошла. И Айдана, ты что ответила тогда? Твой ответ был? Оны кинодан көріңіздер. Но я вам, ребят, скажу честно, этот фильм очень тяжело дался в плане того, что многие нам говорили нет. Кинопрокатчики, в самом фонде кино. Мне даже было предложение вырезать новеллу Байтурсынова. Я, если честно, даже боялась. И мы за нее, ну, в смысле, был момент, когда мы с продюсерами сидели, и вот я сидел, и Думан сидит, и говорим, что будем делать? Вот. Говорят, что вырезайте, потому что якобы, во-первых, есть момент цензуры, второй есть момент, что фильм выбивается, что у нас идет веселые, теплые истории, там, таксист, такая веселая, теплая история, и тут бах, тебе в середине Байтурсынов. Мне кажется, в этом вся прелесть фильма как раз. И просто мы, посоветовавшись с продюсерами, с режиссерами, поняли, что говорить Алмату 22 года без Кантара — это преступление. Поэтому сколько у нас есть сил, мы решили тащить эту историю до конца. Сол көрермен қараңыздаршы, кезінде бір ғана идея болған нәрсе, міне бүгін уже подкастқа айналып, сол фильмнің шығуына біз мысалы қазір үлес қосып жатырмыз. Күшті. Кезінде болған бір идея, қазір үлкен фильмге, үлкен экрандарға жетіп жатыр. Я просто удивляюсь, что вот как одна какая-то идея находит единомышленников, и как лавина, которую вот маленькие вот комы сделали, снежок, пустили его, и он сейчас катится просто огромной лавиной. Еще қаншама қиын сәттерден, кезеңдерден өтті бұл фильм. Сонда да шығып жатыр. Бұл өте күшті нәрсе. Оның үстіне бағана маған Бексұлтан подкаст басталмас бұрын айтты. Маған барлық новелладан сосы Байтурсынов новелласы ұнады деген кезде кәдімгідей шабыттанып кеттім. Өзім кәдімгідей көргім келіп, әйтпесе мен де мысалы алаңдап жүремін ғой, мысалы басты кейіпкер ретінде қалай шықты екен деп алаңдап жүрген кез болды осы уақытқа дейін. Бірақ бірнеше адамның рецензиясын естігеннен кейін кәдімгідей уф деп қалдым, прям күшті. Соны көргім келіп тұр өзімде. Мүмкін бұл кино мынандай түсініктеме бар да. Бір адам болуы мүмкін бұл планетада осы киноға қатты мұқтаж болып жүрген қазір. Сол адамның ниетінен
сізге Құдай идея салуы мүмкін. Сол идеядан сіз команда жинадыңыз, командадан осының барлығы физикалық өмірде іске асты. Сөйтіп сол адамның арманы бұйырса орындалатын шығар. Оның үстіне Темірбек айтты, егерде бұл фильм күшті халыққа жетіп ұнап жатса, тағы да осындай альманах түсіруге дайынмын деп айтты. Кеше неше түрлі ойлар келді, инсайттар келді. Негізі бұл тақырыпты басқа кезеңге де ауыстырып түсіруге болады. Мысалы, Алматының 90-шы жылдары, ретро Алматы, ретро Алматы деген сияқты. 80-90 жылдар. Кім біледі, ертең көрерменге соншалықты ұнап, Темірбек сол жылы уже бастап кетеді. Сосын Алматы кәдімгідей бір кейіпкер ретінде шыққан сияқты бұл фильмде. Отдельный кейіпкер. Мен шындықты бетке айтатын адам, негізі ешқашан бұл өзімнің қасиетімнен қорыққан емеспін. Бұл жерде коммерцияның иісі емес, көбіне шынайылық, үлкен махаббат пен адал жұмыстың иісі шығады. Неге? Себеп біздің өзіміз кастингке келген кезде сезілді, кәдімгідей еңбек еттік. Біз өзімізді актриса деп өйтіп тұрған жоқпыз. Кәдімгідей біздің қолымыздан келеді ма, келмейді ма. Менің өзім мысалы барабанды қайтадан алып үйрену үшін терледім, біраз қиналдым. Махаббатымды үшін тілімді жөндедім. Сахна тілі дейтін түсініктеме бар. Сондықтан да бұл жерде шынымен бірнеше адамның шын махаббатынан құралған үлкен дүниесі. Және жүректен шыққан нәрсе міндетті түрде әр адамның жүрегіне жетеді. Бұл маңыздырақ. Ол жүрекке жеткен нәрсе, менің ойымша, ол міндетті түрде өте сәтті жоба болады. Одан кейін сәтті жоба болған кезде бізде қазақтардың классикасы не істейді? Алып қайталайды. Оған да жетек, оның өзі бір дәреже деп ойлаймын. Сондықтан да түсініксіз дүниеден гөрі осындай түсінікті, адамға берері мол, жанры көп, осындай кинолар көп болсын. Сондықтан да 7 наурыздан бастап барлықтарыңызды кинотеатрдан күтетін боламыз. Уақыттарыңызды өткізіп алмаңыздар. Иә, сосын айта кететін жайт, негізі Айжұлдыз қаншама фильмдерге түсіп жатыр, мен де түсіп жатырмын. Екеуміз осы фильмді күткендей басқа бір фильмді күтпеген шығармыз. Иә, айтшы, оның өзі бір үлкен себеп сіздердің сол киноға барып көрулеріңіз. Себебі біз Айжұлдыз екеуміз қатты күтсек, яғни көрермен де оны барып көру керек сияқты. Мен әлі өліп бара жатырмын, не болып жатыр? Вы счастливчики, Айжұлдыз, потому что вы премьеру увидите в кино. У нас смазанные чувства. Мы посмотрели это в ноутбуке, еще я сотни раз посмотрел. Но вот наш продюсер даже, Сергей Карнасенков, он 10 раз смотрел кино в промежуточной стадии. И недавно был тестовый показ в кинопарке. Он пошел. Это чисто было просто технически закрытый показ. И он говорит, я прослезился. То есть, говорит, в кино вообще эффект очень большой, сильный. Жетінші наурызда көрермен не үшін альманахқа келу керек? Қазіргі кинолардың бір миссиясы бар ғой, демалдыру. Ол да болады да, ол біздің кинода. Және де алар ойлары да болады. Сол үшін біздің киноға тек демалып, қызықты оқиғаларды көріп, мүмкін ол оқиға сіздің өміріңізде де болды, сол өзінің оқиғаларыңызбен салыстырып көру керек сияқты. Бірақ оның үстіне бізде бұрын сонда бұндай альманах сияқты үлкен жобалар болған жоқ сияқты, менің ойымша. Мен өзім есімде жоқ. Иә, бұл алғашқы альманах, сол үшін келіңіздер, өйткені, это очень необычно, это необычный вкус, который вы завтра можете попробовать, оценить и может быть, даже влюбиться. Өйткені бұл жерде мюзикл да бар, драма да бар, комедия да бар, романтика да бар. Сондықтан бір киноның ішінде, 1,5 сағаттың ішінде қаншама палитраларды өткізесіздер өздеріңіздің ішінен. Сол үшін міндетті түрде келіп көру керек сияқты. Отбасыңызбен көре аласыз, ғашығыңызбен көре аласыз, жалғыз өзіңіз көре аласыз, білмеймін, шефіңізді алып келіп те көре аласыз. Яғни ұялмайтындай әрбір адамға көрсетіп, шақырып, жақсы уақыт өткізуге арналған кино сияқты. Сол үшін келіңіздер, көріңіздер 7 наурыздан бастап барлық кинотеатрлардан. Айжұлдыз, сенше? Біріншіден качестволық жоба, екіншіден өзіміздің өнім, үшіншіден әр адам өзіне керегін алып, өмірге байлаулы сәттер көп бұл жерде. Төртіншіден бұл бірінші рет болайын деп тұрған, яғни дебют. Бесіншіден бұл мен үшін эклектика. Осы 5 қағиданың біреуін алып сіздер келсеңіздер болады. Бір ыңғайлысы шынымен айдана қоса, ата-анаңды алып келсең де, туысыңды, досыңды, жауыңды алып келсең де болады. Өз еркің өзіңде. Сондықтан да шынымен әр адам өзіне бір керек түйінін алады. Мысалы, шемішкі шаққан сияқты, сен сыртқы дән ұстайсың, бірақ түпкі дәнін өзің жейсің. Сондай ой.
шынында альманах деген бір енді бірінші рет үлкен кинотеатрда көрсетіліп жатыр деп жатсыз ғой. Шынымен де өте қызық жанр, өте тығыз оқиғалар көп, қызық историялар көп, мысалы қызық. Сол үшін, соның өзі үшін баруға болады. Меніңше фильм өте үлкен мынандай, білмеймін, маған сондай болып көрінді, үлкен махаббатпен, бір ыстық, сондай бір сезімдермен жасалған сияқты болып көрінді. Әр хикаяның өзінің бір несі бар, ерекшелігі бар. Адамдардың арасында қарым-қатынас болсын, тарихи заттар болсын, мотивация да болсын да, жалпы кез келген мынандай талғам үшін бір өзінің берері бар фильм деп ойлаймын. Жалпы әдемі фильм, жалпы өзінің бір қарап болғаннан кейін бір күшті сезім болады. Андай демалып қалған сияқты да, бірақ та ойланып қалған сияқты да, енді күшті бір сезім болады. Сондықтан особенно аяғында болған ән вообще күшті ғой. аяғындағы әнге күшті ғашық болдым, күшті ән. Ол әнді Солай, қараңдар міндетті түрде, қарауға тұратын фильм меніңше. Я долгое время занимался плаванием, у меня проблемы с позвоночником были. И я где-то 18 лет начал плавать. И дошло до того, что вот есть в Баянауле есть большое озеро, Жасыбай называется, 5 километров. И там есть остров любви. И я вот один, как бы, сейчас бы так не сделал. Вот встал и поплыл, и доплыл до острова и обратно, 5,5 километров. Плавание на длинные расстояния, оно тебя учит нескольким вещам. Первое – это когда у тебя есть цель какая-то, и ты в нее веришь. Ты начинаешь к ней системно, бескомпромиссно идти и добиваться этого. Тяжело, не тяжело, но в какой-то момент появляется уверенность, что ты это можешь сделать. И ты это делаешь, несмотря ни на что. И вот с этим фильмом произошло примерно такое же. В какой-то момент я понял, что мы его сможем сделать. Несмотря, тогда еще не было ни команды, ни людей, ни вас, прекрасных актеров. Никого не было. Но была вот эта вера, что получится. Вот мы 10 лет копили опыт Black and White. Силы, энергию, ролики как бы делали, технически оснащались. Все это шло к тому, что мы, как знаешь, мышцы качали, которые, вот, знаешь, долго-долго боксер тренируется и выходит на свой этот решающий бой. Вот «Альманах» для нас сейчас — это тот решающий бой, в котором мы как бы увидим, чего мы достигли за последние 10 лет.